Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін халықаралық мұражай күні. Осы мереке аясында әзірленген мұражай ел шежіресі тақырыбындағы бейне журналды назарларыңызға ұсынамыз. Бұл мереке 1977 жылы Мәскеуде бастау алған. Елдің өткені мен бүгінінен хабар беретін мәдени нысан музей грек тілінен аударғанда Муза сарайы, яғни тарихи ғылыми дерек ретіндегі ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды сақтап, жинақтап, ғылыми танымдық қызмет атқаратын мекеме деген ұғымды білдіреді. Мұражай заттық және рухани құндылықтарды танытуда, ғылыми тұрғыда зерттеп, оның нәтижелерін насихаттауда, осы негізде тәлім-тәрбие беруде маңызды рөл атқарады. Мұражай алғашында бағалы бұйымдар мен заттар, мәдени жәдігерлерді сақтайтын қазыналық қор ретінде қалыптасқан. Мұражайдың пайда болуына көне замандағы коллекциялар негіз болды. Ежелгі Рим шешені Цицерон коллекция шашыранды заттарды бір топқа біріктіру деп кезінде түсіндірген көрінеді. Коллекциялау ісімен Аристотель, Рим патшасы Юлий Цезарь, тағы да басқа тұлғалар айналысқан. Мұражай негізгі бағыты бойынша бірнеше топтарға бөлінеді. Тарихи, көркем өнер, жаратылыстану, техникалық, мемориалдық. Мұражай ісінің негізгі бағыттары мұражай жәдігерлерін жинау, есепке алу, сақтау, қорларды жүйелеу және реставрациялау. Мұражай жұмыстарын ұйымдастыру түріне, көрмелер, экспозициялар ұйымдастыру, тақырыптық дәрістер, ғылыми-практикалық конференциялар өткізу, мұражайлық басылымдар шығару жатады. Қазақстандағы мұражай тарихы 1830 жылдан басталады. Орынборда жергілікті халықтың тарихы мен этнографиясын сипаттайтын мұралар негізінде 1831 жылы Неплюев әскери училищесі жанынан губерниялық мұражай ашылды. Бұл мұралар қазіргі таңда Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұражайының негізгі қорын құрауда. Қазіргі таңда елімізде 160-ға жуық музей бар. Атап өтсем, Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік ұлттық музейі, Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайы, мемлекеттік алтын және асыл металдар мұражайы, археология музейі, ұлттық валюта музейі, ұлттық музыкалық аспаптар мұражайы, аспан астындағы карта кейпіндегі Атамекен мұражайы және тағы да басқалар. Біздің қаламызда да 50 жылдық тарихы бар мұражай бар. Арқалық қаласындағы Дала өлкесі тарихы облыстық мұражайы 1972 жылы 4 ақпанда құрылған. Бірінші экспозиция Амангелді Имановтың туғанына 100 жыл толуы қарсаңында 1973 жылы 28 шілдеде ашылған. Музей 3 қабатты кең ғимаратта орналасқан. Қорында 75 мыңға жуық экспонаттар бар. Осы жылдары мұражай қоры құнды экспонаттармен толықтырылып келеді. Мұражайда аймақтың тарихын, мәдениетін, экономикасын сипаттайтын түрлі флора мен фаунаның, табиғи ресурстардың, археологиялық жинақтардың және тағы да басқа экспонаттармен танысуға болады. Мұражайдың басы-қасында болып негізін қалаған мемлекет және қоғам қайраткері, мәдениет өнер жанашыры Өзбекәлі Жәнібеков. Осы уақыт ішінде бұл мәдени ошақта ұлтымыздың танымал тұлғалары Дінмұхамед Қонаев, қазақ ғарышкерлері Талғат Мұсабаев, Тоқтар Әубәкіров, Айдын Айымбетов, Ұлы Отан соғысының қаһарманы Рахымжан Қошқарбаев, Әбсаттар Қажы Дербісәлі, Тұрсынбек Әкішев, Иманғали Тасмағамбетов, өнер адамдары Мариям Хакімжанова, Серік Тұрғынбеков, Серікбай Оспанов, Төлен Әбдік, Қонысбай Әбіл, Абдолла Қарсақбаев, Бибігүл Төлегенова, Роза Бағланова, Ермек Селкебаевтар бірнеше рет болып мұражайдың сыйлы қонағы болған. Өңірдің асыл құндылықтарын сақтау, дәріптеу жолында еңбек етіп жүрген мұражай қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтай отыра шығармашылық жетістіктер тілейміз.